Қажымұқан Айтбасов ол балуан, күреспен айналысады. 5 адам істейтін жұмысты өздері жалғыз істей алады. Ал иесі, Қажымұқан кіші атасы. Қажымұқан көптеген елдерді аралап, көптеген күміс және алтын медальдарды алды. Қола медальдарын иегері. Ашыларға жағымпаздығын алды деген айыптаумен медальдарын тартып алғысы келген екен. Ондай да қудалау болған екен өмірінің соңғы кезеңдерінде. Қызылжар қаласындағы орталық көшеде үлкен қақпа ашылды. Ол кімнің қоймасы еді? Ал Иван Ногиштің қоймасы. Ол қоймада не жүріп жатыр? Қоймада адамдар жолақ қойған адамдары алып 10 шақты адам. 10 шақты адам. Не істеп жатыр? Майды көтермейді. Майды. Малды етін және бірнеше бөшке майды, 30 пұттық майды көтере алмай жатқан. Диас айта қойшы, қай жерде күлі-күлі болды шығармада отырған кезде? Шыққаннан қорыққан кезде. Қай кезде? Тез. Қажымұқан жатақханаға. Өзі айтсын айта. Жатақханаға барған кезде Оны бірінші маскүнік не істейді? Жатақханаға орналастырады, иә? Ол жерде балалар көп еді. көп. Бірақ Қажымұқан түнімен ұйықтай алмады. Себебі тышқан бар екен, тышқаннан қорқады екен. Ол анадай аз ақша беріп тұр, işte көп алды. Ол жерде саудаласады ол Қажымұқан, иә? Қалай саудаласады? Маған бұл ақшаң аз. Қанша теңге береді оған? Бір сом 80 теңге береді. Ол не дейді? Маған бұл аз. Маған көп береді. Себебі үйде мені асырайтын кім күтіп отыр дейді? Әжем және спорттың символы. 5 сағына нені білдіруші оған? Олимпиада. 5 құрлықта өткізілген Олимпиада. Олар қай жер? Африка, Америка, Евразия, Азия. Қажымұқан қайсы спорт түрінен? Кәсіпқой балуан. Балуан деген сөзді түсінбей қала ма деп әділдей алдым. Бекзат Саттарханов. бокс. Мынау бізде шахматтан әлем чемпионы. Бұл қыз қазір депутат болып кетті ғой, аты жөні кім? Жансая. Динара Садуақасова. Жансая. Сіз Парижде неше алуан күштің кереметін көрдіңіз, ол туралы айтып беріңізші. Айтып берейін. Аузы ашылған ырылдаған арыстанның аяғынан ұстап лақтырғандары да болды. Ал 30 пұттық шарды айналдырғандары да болды. Ал бір үндіс балуаны өзінің қожайының дастарханымен үстіне көтеріп әкелген екен. Ал африкандық балуан үстіндегі 30 пұттық пілді көтеріп көрсеткен екен. Соларды Париждегі халық қарсы алды. Қошеметпен қарсы алды. 54 мемлекетте күреске түсіп, 48 медаль олжалаған Қажымұқандай мықты. 1909 жылы халықаралық балуандар жарысына ол Қара Мұстафа деген атпен шыққан. Ауырды бізді. Мінезі ауырды. Үстіне жаза қойшы мінезі деген. Қалмақан Әбдіқадыр не айтқысы келіп тұр бізге шығармақ. Ал оқыдық, өмірбаянмен таныстық. Біздерге дайындалдыңдар. Идеясын ешқандай. Ал Қажымұқаннан үлгі алсын деп. Үлгі алсын деп тұр. Біріншіден Қажымұқан атамыздың кім екенін білдік. Екіншіден мінез, құлқын танып. Үшіншіден басынан өткен Қажымұқан әңгімесі бізде өмірден алынған болды. Жасы түс. Елі білдіруші? Бүкіл түсінікті. Сұрақ болады. Түсінбеді. Мынаны маған қазір қолына бересіздер. Аты жөнді сұрақтарың болса жаза